Пин-кодты тауып, комментке бірінші болып жазған адамға тегін пиар. Алдыңғы жолы пин-кодты бірінші болып тапқан осы Мэнди деген өте кереметтей бала. Бұл баланың видеоларын көріп мен өте қатты таңғалдым деп айтсам да болады. Мэндидің арнасына барлығымыз тіркеліп, жандағы қоңыраушасына басып, Мэндидің көңіл күйін көтеріп жіберейік, достар. Егер де сен де өзіңе осындай кереметтей пиар қаласаң, осы видеода да жасырын пин-код орналасқан. Осы видеоны соңына дейін тамашалап, сол пин-кодты тауып, комментарияға бірінші болып жазсаң, саған тегін пиар. Неліктен көптеген ютуберлер МКП-ден кетіп жатыр? Сәлем достар, сендермен біргемен тағы да Клэйфи арнасы. Және де бүгінгі видеода мен неге көптеген ютуберлер МКП-ден кетіп жатыр деген сауалға бүгін мен сендерге жауап беретін боламын. Ендеше мен көп сөзбай өзімнің видеомды бастай беремін. Кеттік! Бүгін тағы да біз МКП туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де менің айтатын заттарым сендерге қызық болмаса, осы видеоға өздеріңнің лайктарыңды басып, менің видеомнан шығып кетсеңдер болады. Ал осы видеоны МКП-ні сүйіп қарайтын адамдар ғана қалсын деп айтсам да болады. Бүгінгі видеода мен неліктен көптеген ютуберлердің МКП-ден желаниясы қашып, Free Fire'ға кетіп, немесе ютубтан бір жолата кетіп жатқаны жайлы айтатын боламын. Достар, МКП-нің құлауына хайпта немесе басқа затта кінәлі емес деп айтсақ та болады. Достар, МКП-нің құлап бара жатқанына нақты бір себеп ол ютуберлерге активностың жетіспегені. Достар, мысалға алсақ, ютубер ютубтан кетіп бара жатса, сендер оған боқтайсыңдар. Сен үйтіп айтып едің ғой, бүйтіп айттың деп жаман сөздер айтасыңдар. Ал кінәні өздеріңнен іздемейсіңдер. Ютубер не үшін ютубтан кетеді? Себебі сендер оның видеоларында активны болмағаннан кетеді деп айтсақ та болады. Вот балдар, кінәні өздеріңнен де іздесеңдер болады. Осыдан 1-2 жыл бұрынғы қазақ МКП-сін алып көрсек, ол кезде барлығы өте тамаша еді. Себебі ол кезде Шелзи, Ази, Мэйфл, Мелзи, тағы да басқа өте кереметтей ютуберлер болды деп айтсақ та болады. Достар, мен қазіргі ютуберлерді жаман немесе дым түсіре алмайды деп жатқаным жоқ. Олар да мықты түсіреді, олар да өздерінің видеоларына ақша құртып, видеоларына тырысады деп айтсам да болады. Олар барлығын сендер үшін, яғни өздерінің көрермендері үшін істейді деп айтсақ та болады. Достарым, 500-600 подписчикке жетіп, ютубтан кетіп жатқандар да бар. Олар кетіп жатқанда МКП-де активность жоқ, МКП-де дамый алмаймыз деп кетеді. Мысалға достар, Морниді алсақ, Морни өзінің арнасында 2 айдың көлемінде 1000 подписчикті жинап алды деп айтсақ та болады. Сол МКП дамымайды, МКП-де активность жоқ деген балдарға вот ответка. МКП-де дамуға болады. Тек қана талпынып, оған жету ғана керек. Достар, бір ютуберлер бар, Greenvix немесе тағы да басқа серверлерде ойнамай-ақ Нубпен Про немесе жай ғана өздерінің Майнкрафт ойнаған видеоларын өздерінің каналдарына салып-ақ дамып кетіп жатқандар бар. Вот балдар, Шейзи айтпақшы, солардан пиар алып, және де сообщество алып, солардың көрермендерін осы МКП-ге тарту керек. Сол кезде МКП-нің дамуына шанс бар деп айтсақ та болады. Достар, Free Fire не себептен құламайды деп сұрақ қоятындар болса, мысалға МКП осыдан 1-2 жыл бұрын жайнап, гүлденіп тұрды деп айтсақ та болады. Free Fire да сол сияқты, ол Free Fire да 2-3 жылдан кейін құлайды. Заттың өзінің уақытысы бар деп айтсақ та болады. Давайте балдар, барлық ютуберлердің видеоларына барып, активны болып, видеоларына лайк басып, арнасына тіркеліп, жаман емес, жақсы пікірлеріңді қалдырып отырсаңдар, сол кеткісі келіп жатқан ютуберлер кеткісі келмей қалады деп айтсақ та болады.
Сол себепті менің айтқанымды істеп, әрбір ютуберлердің видеоларында активный болайық. Давайте, балдар, ойын ойнайық. Егер де осы видеоға кім лайк басады, сол МКП-ні жақсы көреді, ал кім дизлайк басады, сол МКП-ні жек көреді деп айтсақ та болады. Сендермен бірге болған мен Клыфи арнасы. Давайте, балдар!